Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін аяқ киімдегі иісті қалай үй жағдайында кетіруге болатынын айтатын боламын. Сүйікті аяқ киіміңізден жағымсыз иіс шығып, көпшілік орындарда ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Одан арылудың жолын іздеп жүрсеңіз, сұрағыңыздың жауабын қазір айтатын боламын. Негізі аяқтағы иіс түрлі жолдардан пайда болады. Сапасыз аяқ киімге тап болсаңыз, иіс шығаратын болады. Кей адамдардың ішкі ағзасында түрлі өзгерістер салдарынан да иістен айырылу қиынға түседі. Ол үшін арнайы дәрігерлердің тексеруінен өтіп, емдік шараларды алған дұрыс. Жасы келіп, қартая бастаған адамдардың денесінен арнайы токсиндердің бөлінуінің нәтижесінде де иіс шығаруға алып келеді. Тек аяқтан ғана емес, бүкіл дене терісінен шығатын жағымсыз иістен арылу қиын емес. Жиі салқын сумен шайып тұру ғана, ұзақ уақыт жуынбай тазалық сақтамаса, дене мен киімдерді иіс біржола сіңіп қалуы мүмкін. Тағы да бір дерек, аяқ иісінің жұқпалы болып келуі, аяқ киіміңізді немесе шұлығыңызды өзгемен ауыстырып кисеңіз, оның иісі сізге жұғады. Сондықтан абай болуды ескертеміз. Ал енді мен сіздерге аяқ киімнің иісінен құтылудың бірнеше жолын ұсынамын. Бірінші, арақ пен спирт. Аяқ киіміңіздің ішін кәдімгі арақпен сүртіп шығыңыз, немесе оның орнына нашатыр спиртін пайдалансаңыз болады. Мақтаны араққа немесе нашатыр спиртіне малып алып, аяқ киімнің ішкі бөлігін толық қамтып, ылғалдандырып шығасыз. Бірден кимей оны кепкенін күтіңіз. Екінші тәсіл, тұз бен ас содасы. Тұзды судың немесе ас содасының суына аяқ киіміңізді 2 күн бойы ұстау. Бұл әдіс қиындау болып көрінгенімен ең пайдалысы. Кез келген аяқ киіміңізді дәл осы әдіс бойынша буға қойсаңыз, ішіндегі вирустар мен бактерияларды толықтай жояды. Үшінші әдіс, сірке суы. Аяқ иісінен арылуға сірке суының да көмегі бар. Суға араластырған сірке суымен аяқ киіміңіздің ішін сыртын толық сүртіп шығыңыз. Бұл әдісті жиі жасап тұру қажет. Мысалы, аяқ киіміңізді 2 рет кисеңіз, ортада 1 рет сүртіп тұрыңыз. Төртінші әдіс, хош иісті эфир майы. Біз ұсынар соңғы әдіс эфир майы иісті ұзақ уақытқа шығармай тұратын. Бұл кеңесті де жиі жасап тұрыңыз. Кез келген жұмсақ мата немесе мақтаға хош иісі бар майдың 1 немесе 2 тамшысын тамызып, 1 күн ағызсаңыз, бірнеше күн иіс сақталып тұрады. Егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.